жоқ қаяқта жоқ олимпиаданың бұл чемпиондармен көріп, о қазақтың одан келіп кетері жоқты. Ол жеңгенен женсе де женбесе де одан саған именно или маған пайдасы жоқ. Бірақ саясатымызды бәріміз үйістіп, бақылап, бәріміз күш-қуатымыз бар кезде какой-то бір лебізімізді кіргізіп, сол кезде пайда болушы еді. Бала шағымызға да, өзіміздің қалған ұрпағымызға да пайдамыз тигізіп кетер едік. Көпті проблемалар. Бақ сол үшін переживать етіп жүрген қазақтар азда. Аз, өте аз. А так ол ана телевизордегі болмайтын. И даже бұл уақы жалауымыздың өзін қаяқта бір ол ұстап шықтыш. Олимпиадада нәтиже көрсетпеген ол ұстап шықтыш. Сондықтан қазаққа айтқым келеді. Олимпиадада емес нәтиже. Осы бәріміз сол олимпиаданы көргендей саясатты бақыласақ, сол кезде нәтиже болады. Қалған ұрпағымызға да болашақты оларға тастап кетеміз ғой біз. Ертең бұны алаң қалауын өліп атсақ, соларға тастап кетеміз. Сол ұрпағымызға болашағымызды тастап кететін нәтиже көрсетіп кетуіміз керек та. Ол ананы Қазақстан дегеннен нәтиже жоқ. Ана болашақты ойланайық. Саяси болашақты ойланайық бәрімізші.